Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 2 сынып 88 сабақты өтетін боламыз. Бізде сабақтың тақырыбы бүгін сөз таптары деп аталады балалар. Ендеше берілген жаттығуды қарайық. Бізге берілген жаттығу: сөйлемнен сат есімдерді таба аламын, дерек көздерден қажетті мәліметті табуды үйренемін, тыйым сөздерді көшіріп жаз, сол қолмен нанды үзбе, түнде үй сыпырма, сат есімдердің астын сыз, оларға сұрақ қой делінген. Бұл жерде үйдің астын сыздар балалар. Ал келесі жаттығуымыз сурет бойынша әңгіме құрастыр. Бесікке салу рәсімі туралы энциклопедиядан қара немесе үлкейтерден сұрап біліп ал. Бесікке салу нәрестені алғаш бесікке бөлу рәсімі. Бесікке саларға шақырылған ауыл үйдің әйелдері шашуын, жол жоралғысын ала келеді. Баланы алғашқы бөлу үлгі ұрпақ өсірген қадірменді әйелге тапсырылады. Ол өзінен басқа тағы бір 2 келіншектің көмегімен бесікті жабдықтайды. Сәбидің әжесі не шешесі түбектің тесігінен балаларға тәтті үлестіреді. Осыдан кейін бесікті отпен аластап баланы бөлейді. Бесікке салған әйелдерге көйлек, жаулық сияқты сый тартады. Үлкендер батасын беріп баланың ер жетуіне, ананың үбірлі-шүбірлі болуына тілектестік білдіреді. Ал балалар, келесі жаттығу мәтінді оқы. Бесік қасиетті мүлік, жаңа туған сәбиді бесікке бөлейді. Осы кезде бесік жыры айтылады. Кім, не сұрағына жауап беретін сөздерді топтап жаз. Сіздер енді не деген сұраққа бесік, мүлік деген жауап береді екен балалар. Ал балалар, бізде келесі жаттығуымыз өлеңді жаттап ал. Әлдей бөпешім, әлпеш дейін көкешім, тербей дейін жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Сат есімдер тауып, оларға сұрақ қой делінген. Біз енді кім деген сұраққа бөпешім, көкешім деп жазамыз балалар. Ал балалар, біздің ең соңғы жаттығуымыз пішіндер арқылы сөзді тауып оқы. Шыққан сөз туралы білетініңді айт дейді. Біз енді мына жерде бесік жырын шығардық, я? Әлдей ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем, жылама, жілік шағып берейін, байқұтанның құйрығын жіпке тағып берейін дейдіген балалар. Балалар, бұл әнді сіздер үйлеріңізде мамаларыңыз кішкентай бөпелеріңізге айтады, я? Осымен біздің сабақ аяқталды балалар. Келесі кездескенше. Балалар, менің каналымда математика және де қазақ тілі, әдебиет оқу барлық сабақтардың жауаптары бар. Егер де сіздерге барлық сұрақтар жауаптары қажет болса, менің каналымнан таба аласыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің алғашқы шығарған сабақтарым сіздерге бірінші болып көрінеді. Сау болыңыздар балалар.